Көкпарды мықты болды, ешкімге берме дейді. Мықты бол палуан отыр енді. Бәрекелді. Айда енді палуан шығар жібер. Бәрекелді, міне. Мықты бол батыр, айналайын палуан. Тойхананың палуаны 12-ата сіргелі Жайдары Жайдақ бабаның ұрпағы. Қалау көкеміздің ұлы Бекзат палуан. Бекзаттың екінші жалау салымы. Бекзат палуан тастады. Бекзат палуан. Бәрекелді. Эколог. 12-ата сіргелі, қарастырып аты қанеке. 12-ата сіргелі Жайдары Жайдақ бабаның ұрпағы, атбегі кәсіпкер, ел ардақсы жаңа келіп, көкпардан алдын бата берген эколог Талғат ағамыздың еділ қасқатты тұлпары. Аталған салым 15.000 теңге. Жігіттер, мынау ат жетек жоқ болғаннан кейін қиналып жатқан жоқсыздар ма? Бір жағдайларын сұрақ қойайық. Жетек бар. Жетек қыламыз жігіттер. 5.000 теңге. 5.000 теңге. 5 салым жетек бар. Мейманның да көңіліне қарау керек. Атты да аяуымыз керек сәл-сәл. 5 салым жетекке рұқсат береміз жігіттер. Одан кейінгісі көре жатармыз. Рұқсат. Аталған салым 5.000 теңге жігіттер. Ойнап күліп шауғаныздар, көкпар жерде жатыр. Көк серке жерде жатыр. Бекзат палуан әрекет жасап атсын енді. Жаңағы 15.000 теңгелік аталған жалау салымға қол жеткізген көкпар көтерілді Нұрсұлтан. Қол жеткізген Қалау көкеміздің баласы Бекзат палуан тастаған болатын. Астындағы ат орталық көкпар жанашыры Батагой. Мін ардақта қайын. Талай тұлпарларды шаптырып жүрген эколог Талғат көкеміздің баптауындағы еділ қасқатты тұлпар. Аңылы бабаның ұрпағы Сүлеймен Ақсақалдың немересі Нұршқа көкеміздің баласы Нұрсұлтан палуан тастаса, астындағы ат Суан бабадан тараған Бағжанған Бағыз бабаның ұрпағы. Ардагер палуан қазіргі Батагой, қазіргі атбегі Әзберген ағамыздың, Әзберген көкеміздің Қара Шолақ деген аты. Аттың лақабы сондай, шүкір, бірақ шолақтықтан Құдай сақтасын. Қара Шолақ атты тұлпар ағайын. Әзберген көке аттың сағымы құтты болсын. Еркей 5.000 теңге. 5.000 теңге. Ойнап күліп шауғандар жігіттер. Енді бүгінгі көкпар беріп жатқан Бақберген өнер азаматы болғаннан кейін ардақты ағайын, бұл тойға айтып жатырмыз. Өнерпаздардың барлығы да үлесін қосып жатыр. Сарапхана ауыл округі, Сарапхана елді мекеннен келген, елдің талай той қуанышына қызмет жасап жүрген Нұрлан Тамада, Нұрлан Асабакеже, Нұрлан Қалымбетұлы. Нұрлан Қалымбетұлы, көкпар көтерілді. Көкпар көтерілді міне. Көкпар көтерілді. 5 салым жетек бар жігіттер, 5 салым жетек бар. Көкпар сұқалды, әттеген-ай, көтербедің палуан. Көкпар көтеріліп жатыр, айландыр енді. Нұрлан, Асаба, Азул Асаба, Нұрлан. Шартақ айналып кетпе, аутқа шығасын, айналып кетпе, аутқа шығасын. Айналып кетпе. Айналып кетпе, бәрекелді. Ат жоқ қойды, көкпар жерде жатыр ғой. Шаба бер. Көкпар жерде. Жігіттер, мынау батырдың еңбегін құрт қойбатысында да бір адам шылауды ұстасын, әрқайсы жауыз батыр. Енді 5 салым жетекке рұқсат бергеннен кейін сәл ыңғайлап шауып алсаңдаршы.
Батыр мін атқа тез. Батыр мін палуансың ғой. Отыр. Жана отыр анаған, отыр. Үмбет көбі. Бер қара бұрыңыз. Үмбет көбі келіңіз. Қызылқия ел ауыл әкімшілігі ынталы елді мекеніне міне. Үмбет көбіміздің көзі кеп тұр. Бұл кісі оншам көкпарға келе бермейді. Көкі бір бата тілек өзіңізден болсын. Бүгін жасап жатырмға бауырымыздың тойы. Құлы құда қаласа аттар жолмай. Мейір палуан мықты бол. Ал жақсылық болсын, тек жақсы күндерді кезді берейін. Бәрекелді Үмбет көбі айтқаныңыз келсін, мықты бол. Мейір палуан мықты бол. Тұрбаттық бөгежілі Сайдулла атамыздың немересі міне. Нұрдәулет палуанның екінші салымы. Астындағы ат қызыл сеңгірлік Қуаныш. Қоныс мырзаның аты. Көкпар жерде 10 мың теңге ең кейбірі. Аттың аты Қазанбас. Қоныс мырзаның баптауындағы Қазанбас. Бәрекелді. Нұрдәулет палуан. Нұрдәулет палуан пакілешкен нүкән. Рахмантай палуанға тиіп жатыр мұны көкпар. Рахмантай палуанның тақымында көкпар. Мықты бол палуан, мықты бол. Рахмантай палуан. Қызыл сеңгірлік Қоныс мырзаның баптауындағы Қазанбас атты тұлпарменен Нұрдәулет палуан тастаған ағай. Жүлі Сайдулла палуан атамыздың немересі. Палуандардың ұлы, палуандардың ағасы болып жүргенде Нұрдәулет палуан тастады. Үстін ардақта қайын. Қос салынғы қол жеткізіп жүр. Қызыл сеңгірлік кіші жүз Қоныс мырзаның баптауындағы Қазанбас атты тұлпар ағайын. Қызыл сеңгірлік кіші жүз Қоныс мырзаның баптауындағы Қазанбас атты тұлпармен міне Нұрдәулет палуан үстінгі қос салымға қол жеткізді. Бәрекелді нүкән айналайын. Шаршама мықты бол қашанда. Көкпар алып жатыр. Өзіңіз жақсылап бата бересіз. Одан кейін тағы да біраздан кейін тағы бір көкпарымызды тірілтіп аламыз. Ал құрметті мынау ағайын, мұны өзі Бауыржан деген. Азеке асықпа, көкпар басып барсын Азеке. Балға бас бол көкпар. Азеке кәні. Ал мынау Бауыржан айнамай мына көкпарың құтты болсын алған. Құда қаласа келін ұл тапсын. Осы палуандардай ұлдар болсын. Көкпар шабатын дәу палуандар шыға берсін. Құда қаласа. Мына Бауыржан Елесбай көкемнің баласы. Бұл кісілер Қаратастан. Бірақ біз мына Қазығұртта өшерде тұрған екенін айттым ғой, бұрыннан келеді. Біз бөлінбейміз. Бәріміз мынау Құда қаласа тойы үлкен болады, кішкентай болмайды бұның тойы. Құда қаласа мына тойың аман есен, Құда қаласа жығылмай сүрінбей, өмірің ұзақ, Құда қаласа келіндер палуан туа берсін, аумин Аллаху акбар. Бәрекелді, айтқаныңыз келсін. Айда бауға, айналайын палуан, айда ниетін қабыл болсын. Айда палуан, айда. Ей бәрекелді. Жинал, еңкей, 5000 теңге. Бәрекелді. Бауға, ниет қабыл болсын. Айналайын бауға, шаршама. Ниеттер қабыл болсын. Азекеңе өзің. Жоқ, тұра берсін. Шаптырамыз біз, ауыстырып. Есілі берсін жігіттер. Жегенге жақсы болады. Азекеңе әкімшілігіне қарасты Айнатас елді мекені. Үшкір палуан көкеміздің баласы Бекболат палуан тастады. Астындағы ат әкесі Үшкір көкеміздің Байторы атты тұлпары. Еңкей 5000 теңге. 5000 теңге. Бекболат палуан.
Қызылқия ауыл әкімшілігіне қарасты Айнатас елді мекені Үшкір палуан көкеміздің ұлы Бекболат палуан тастады ардақтағай. Көкпар көтеріліп жатыр. Көкпар көтерілді. Көкпар көтерілді. Айталы палуанның тақымында көкпар. Айталы палуанның тақымында. Бәрекелді, Тұрбаттық бөгөшілі, Сайділі палуан атамыздың немересі, палуан Ерхан көкеміздің ұлы, Рахман палуан, астындағы ат, омыртқа Қаңылы бабаның ұрпағы, ауданымыздың құрметті азаматы, ауған соғыс ардагерлер кеңесінің төрағасы, палуан Данабай көкеміздің аты ардақтағайын. Данабай көкеміздің аты. Мені Данабай көкеміз 60-та алқымдаған азамат, 60-ға келсе де шүкір. Онша-мұншаға бой бермейді. Кешегі Шарбұлақтағы болған көкпардың өгіз өлдісі салды көкеміз. Айналайын Данабай көке. Аман болыңыз. Жерде ма? Осы салым барып келген екен тағы да көкпарымызды алатын азаматтар бар. Көкпар көтеріліп жатыр міне. Көкпар көтеріліп жатыр. Оразғали палуанның тақымында. Атамыздың немересі палуан Файзулла Қажы көкеміздің ұлы Асланбек, даңқты Асланбек палуанның інісі Оразғали палуан тастады. Астындағы ат Қаспан Қаңылы бабаның ұрпағы, кәсіпкер тамаша тұлпаларды баптап шаптырып жүрген Сәдден көкеміздің баптауындағы қарлыға шатты тұлпарағайын. Бәрекелде мені ат баптап жүрген бауырымыз Нұртай мана бұлынан тойханаға 10 мың теңге салым кепсі батыр. Айналайын Нұртайыным. Нұртай бауырымыздан тойханаға 10 мың теңге салым кепсі батыр. Тоқта, есеп емес, тоқта, шаппа, тоқта. Атқылап, тоқта, жігіттер, есеп емес, тоқта. Аптықас палуан тұрғыз жіберімді, жігіттер. Тоқта, шабылмайды, есеп емес, шабылмайды, тоқта. Шабылмайды, есеп емес, жігіттер. Көкпар көтеріліп жатыр. Айландырған ат. Көкпар көтеріліп жатыр. Бәрекелді. Қанат палуан. Сарапаналы қанат палуан. Жата берсін. Таста. Атаған жоқпыз ғой жігіттер. Атаған жоқпыз таста. Тастап қой. Таста қолда тұр әлі. Енкей 10 мың теңге. Аталған қазіргі жалау салымға қол жеткізген Сарапаналық дарабоз Қанат палуан тастады. Қанаттың астындағы ат Қызылқия ауыл округіне қарасты Айнатас елді мекені ардагер палуан қазіргі Батагөй Балабек көкеміздің баптауындағы Көкдауыл атты тұлпар палуанның екінші салымы, аттың да екінші салымы қадірлағайын. 10 мың теңге. Ойына күлі шауғал палуан. Көкпар көтеріліп жатыр міне. Көтер енді палуан. Жерде hocam, жерде жатыр. Осы салынып келгеннен кейін көкпарымыз алатын тағы да бір азаматтарымыз бар. Сол азаматтарға көкпарды бастырып үлкеннен баталамыз. Нұреке келіп мына көкпарды басып тұрыңыз. Көкпар көтерілді. Нұреке бер жақындаңыз. Қара серкені басасыз, бер жақындаңыз.